Адамдардың көбі мен өз көзіммен көрмей сенбеймін деп жиі айтып тұрады. Алайда өз көзіңе әрдайым сене беруге болады ма? Әрине жоқ. Осы видео соған дәлел. Сонымен 10 ғажайып алдамшыл фотолар саяхат YouTube арнасы кеттік. Бұл өз көрініс түрін өзгертетін сурет. Жай ғана галереяда толып ілініп тұрған суреттердің бірі сияқты. Алайда олай емес. Осы суретке қарап бұрылыс бұрышын өзгерткен сайын, оның көрініс түрі де өзгереді. Осы пойыз қай бағытта бара жатыр екен? Оңға ма, әлде солға ма? Екі қалыпты сурет. Таңғаларлық ештеңе жоқ сияқты. Жай ғана үстелдегі кубик Рубик. Алайда, осы суретті бұрғаннан соң ол екі қалыпты сурет екенін түсінеміз. Анимациондық иллюзия. Дайын тұрған суретке параллельді суретті жайғастырсақ, жыбырлайтын сурет шығады. Керісінше тұрған орындық. Орындықтың арнайы құрылымынан осындай оптикалық әрекетті байқаймыз. Ал осы жазу біздің Астанамыздағы қаланың аты. Үлкен жазуда бұрын болған Астана деген атты оқи аламыз. Көшенің келесі жағына өтсек, жаңа атты Нұр-Сұлтан дегенді оқимыз. Бақылап тұрған көздер. Осы қарапайым, алайда керемет әсері бар құрылым суреті. Оның алдында айналып жүрсең, ол сенен көзін алмай саған қарап тұрғандай болады. Жоғарыға қарай көтеріліп баратқан сарқырама. Осы жерде негізінде физиканың есі дұрыс, жай ғана оптикалық иллюзия. Бразилиялық әже осындай оптикалық иллюзия бөлмелерін жасаған. Негізінде сызылған сурет тек қана жерге салынған екен. Бейненің алдынан қарасақ, ауада шарықтап тұрған текшені көруге болады. Алайда бейненің жанынан қарасақ, ол жай ғана таяқтағы сурет екен. Әзірге осы достар, осы видео ұнады ма? Онда лайк басып достарыңа видеоны таратып арнама жазыл.